Сәлем менің оқырмандарым, сіздермен қауышып жатқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі мен эфирімде қазір өздеріңіз көп естіп жүрген, көріп жүрген 4G дегеніміз не, 5G дегеніміз не, 4G, 5G-дағы сана деп отқанымыз не, ой дегеніміз не, өлшем дегеніміз не, сол жөнінде айтқым келеді. Және де үнемі мен өзімнің жалпы каналымда мен өзімнің сабақтарымды қарапайым ауылдың адамдарына, ауылдың қыз-келіншектеріне арнаймын. Себебі онсыз да жаңағы ақшасы бар, гламурный адамдар, олардың тыңдайтындары да, олардың жүретін жерлері де басқа болады. Ал көбіне қарапайым ауылдың адамдары көп нәрсені түсіне алмай жатады. Және де көбіне осы заманауи бағыттағы кітаптар көбіне орысша болып келеді. Сол орысша өзімнің кітаптан оқығанымды, түсінгенімді сіздермен бөліскім келеді. Сонымен 4G, 5G деген саналар деп отқанымыз не? 4G сана, 5G сана. Біздер енді айтып жатырмыз ғой, қазір уақыт өзгерді. Қазір мына біз қайткен күнде де 18.000 ғаламның ішінде аспанмен, жермен, көкпен, ауамен, бүкіл 18.000 ғаламмен біз байланыста, тығыз байланыста өмір сүреміз. Біз ешқандай да табиғаттан бөлек емеспіз. Біз айналамыздағы адамдармен де түгел бір толқында өмір сүріп жүрген, бір байланыста өмір сүріп жүрген адамдармыз. Бірақ өкінішке орай осыны қазір көп адамдар түсіне бермейді. Себебі біздің бір кездері өзіміздің қазақшылығымыздан айырылып қалдық. Одан қалды бір кездері Совет одағының боданы болдық. Әрине мен ол кезде жаман деп айта алмаймын, бірақ кейбір осы санамызды өшіруге бағытталған, бізді ұлт ретінде жоюға бағытталған олардың саясатын мен қолдамаймын. Және де сол саясат біздің қазақтың өміріне қатты әсер етті. Яғни біз баяғы барымыздан айырылып қалып, керісінше бір надандық жолға түсіп кеткен сияқты көрінеді маған. Енді біз сол надандық жолдан, былайша айтқанда, баяғы ескі ұғымнан, баяғы ескі ойдан арылатын уақыт келді. Енді бізді осы күнге дейін барлық нәрсе Құдай жазба, барлық сенің басындағы жамандықты да, жақсыны да Құдай жазды, барлығы да Құдайдан болады деп бізді үйретті. Қатты Құдайдан қорқатын қылып бізді тәрбиеледі. Немесе Совет үкіметі кезінде Құдай жоқ деген сияқты біздерді кезінде санамызды солай тәрбиелеген болатын. Бірақ қазіргі сол 4G, 5G санасында Құдай әрине бар. Құдай деп отқанымыз ол жоғарда отырып алып ақсақалды, ақсәлделі шал емес. Ол, яғни табиғаттағы үлкен ұлы күш. Ол күш үнемі қозғалыста, үнемі қимылда. Сол күш арқылы, қозғалыс арқылы бір нәрседен бір нәрсені туындатып жатады. Бір нәрсені бір нәрсеге қосып жаратып жатады. Міне біз соның мәнін білуіміз керек. Мысалы біздер қарапайым мына 18.000 ғаламның ішінде біз ағашпен қандай байланысымыз бар? Ағашпен біздің байланысымыз бар. Біздер яғни ағаш оттегі шығарады, біз көмірқышқыл газын шығарамыз. Біз яғни оттегіні жұтамыз, көмірқышқыл газын шығарамыз. Ал біздің көмірқышқыл газымызды ағаш жұтып жатыр. Біз ағашпен байланысымыз бар. Немесе қарапайым мына малмен қандай байланысымыз бар, жан-жануарлармен қандай байланысымыз бар. Мысалы қарапайым өзіміздің қазақ ұғымындағы қойды алайық, сиырды алайық, түйені алайық. Біздер олардың сүтін ішеміз. Олардың сүтін ішіп, біздер бойымызға қуат аламыз. Ал енді қой бізден не алады? Мал бізден не алады? Ол мына біздер адам, ол мәңгілік емес, адам өледі, адамның тәні өледі, бірақ адамның жаны мәңгілік, рухы мәңгілік. Адамның тәні жерге өлгеннен кейін ол көміледі. Жерге көмілгеннен кейін ол жерде күндердің күнінде біздің тәніміз топыраққа айналады. Ал сол топырақтың үстіне шөп шығады,
ағаш шығады, ал сол шөпті мал жейді. Біз сол малдың етін жейміз. Міне, біз қай нәрсемен де бір-бірімізбен өте тығыз байланыстамыз. Адамдармен де солай. Біздер адамдармен көзге көрінбейтін энергетикалық байланыстамыз. Міне, енді 4G сана деп отқанымыз, сіз осыны ұғынуыңыз керек. Ең біріншіден сізде, яғни мына ғаламмен де, адамдармен де байланысыңыздың бар екенін түсініңіз. Егер де өзіңіз күшті болып, көршіңіз жаман болып отыратын болса, немесе көршіңіз жаман қылықты болатын болса, бұрынғы кезде біздерде біреудің жамандығын көрсек қуанатын едік, ал керісінше сен 4G, 5G санаға өткен кезде біреулердің жамандығына саған қуануға болмайды. Себебі оған келген жамандық міндетті түрде де көзге көрінбейтін энергетикалық қабаттар арқылы ол саған да өтеді. Түсініңіз бе? Сондықтан да ең біріншіден 4G санаға көшкен адам ең бірінші өзінің бүкіл әлеммен, бүкіл ғаламмен бір екенін түсіну керек. Ол ешқандай да өзі бөлшек емес. Әрине, ғаламмен біргесін, соның ішіндегі бір бөлшексің. Бірақ сен өзгелермен байланысты бөлшексің. Сондықтан да сен не ойласаң, сенде қандай сезім болатын болса, сенің сезімің ол айналаңа берілетінін ұмытпауың керек. Екіншіден, бүкіл басыңдағы болып жатқан тағдырға, бүкіл басыңдағы болып жатқан қиын жағдай болатын болса, оған өзгені кінәлауға болмайды. Яғни жауапкершілікті сіз өзіңіздің қолыңызға алуыңыз керек. 5G санасына өткен адам жауапкершілікті өзінің бойына алады. Яғни 4G санасына өткен адамның ең бірінші түсінуге тиісті нәрсесі, сіздің осы өмірге келместен бұрын да сізде баяғыда бір өмір болғанын түсінуіңіз керек. Оны перевоплощение деп айтады, қазір психологтар тыңдайтын болатын болсаң, немесе прошлый опыт деп айтады. Енді әрине бұндайларды түсіндіретін, терең түсіндіретін адамдардың сабақтары, білімдері өте қымбат болады. Және де оған көп ізденіп, көп оқуға, оны түсіну үшін көп ізденіс болу керек. Әрине, оны да ары қарай да тереңірек түсіне жатарсыздар. Дегенмен де сіздің ең бірінші жаңағы біздің мұсылманда да айтады ғой, өлгеннен кейін қайта тірілетініңе сенде сенім болу керек. Көрдіңіз бе? Яғни сіз мына өмірге келдіңіз, осыған дейінгі сізде өмір болды. Міне, сіз мына өмірге осыған дейінгі өмір сүрген кезіңіздегі жіберген қателіктеріңізді қайтадан реттеу үшін келдіңіз мына өмірге. Біздерде көбіне баяғы кезде, мына өмірге келген кезде, сен біздерге айтады, жаңа айтқандай, сен мына өмірге өзіңді көрсету үшін келгенсің, немесе сен ақша табу үшін келгенсің, сен немесе ішіп жеп тайраңдап жүру үшін келгенсің деген сияқты біздерде қасаң ұғым болды. Бірақ ол ұғым осы жаңа заманға ол ой сәйкес келмейді. Яғни жаңа заманда сіз ең біріншіден бұрында өмір сүргеніңізді білуіңіз керек. Яғни бұрын өмір сүріп қандай жаман әрекеттер жасадыңыз, өзіңіздің бойыңызды тазаламай кеттіңіз, ойыңызды тазаламай кеттіңіз, қалай болса солай өмір сүрдіңіз, адамдармен ренжістіңіз, адамдарды кешірген жоқсыз, қиянат жасадыңыз. Міне соның барлығы да сіздің памяттеріңізде жазылып қалады. Және де Алла тағала ондай адамды қайтадан мүмкіндік береді. Сол бір кездегі өзі ренжіткен, өзі қинаған адамдарға жасаған қиянатын мына өмірге келіп, соны реттеуге Алла тағала адамға мүмкіндік береді. Сіз мына өмірге, демек, өзіңіздің баяғы прошлый воплощениедегі, баяғы бір ғұмырыңыздағы қателікті реттеуге келдіңіз. Ол қателікті реттеу барысында сізге ең бірінші сынақ болып келетін ол сіздің ата-анаңыз. Яғни сіздің ата-анаңыз жақсы болса да, жаман болса да, сіз оны қабылдауыңыз керексіз. Бізде көбіне мынандай
түсінік бар. Қазіргі кезде көп психологтарда олар мына батыстың психологиясын алғанда айтады, сені әке шешең травмировать еткен, әке шешеңнің айтқан сөзінен, әке шешеңнің сондай өмірінен травма алып қалған дейді. Ол біздің қазақы менталитетке жатпайды. Жалпы біздің қазақ халқы өте дана халық, бәрінде білген керемет халық. Сол керемет даналығымыздың кесірінен біздер бір кездері бізді жойғысы келді. Енді бұл жерде біздерге басты нәрсе, яғни біздер ата-анамызды қабылдауымыз керек. Қандай ата-ана болса да біз оны қабылдауымыз керек. Яғни бізге Алла барлы уақытта да әділ. Сіздің қазір қандай ата-анаңыз бар, сол ата-анаңызды қабылдап, оны сол күйінде оған міндетсінбей, немесе оған талап қоймай, сол ата-ананы тіке қабылдауыңыз керексіз. Яғни Алла сізге осы ата-ананы қайырлы деп есептеді. Демек сіз сол ата-анаға лайықсыз, сол ата-анаға қызмет етуіңіз керексіз. Жаман болсын, жақсы болсын, ол сіздің сынағыңыз. Яғни сіз сол сынақты өтпей, сіз 1000 жерден не істесеңіз де сіздің ешқашанда ісіңіз алға баспайды. Одан кейін бауырларыңыз. Бауырларыңыз да ол сіздің үлкен сынағыңыз. Яғни сізге қандай жағдай болса да, Алла тағала сол бауырларыңызбен мына өмірде жақсы қарым-қатынаста болуды сізге сол мәселені шешу үшін жіберді. Себебі сіз баяғы бір ғұмырыңызда сол осы өзіңізге осы ғұмырыңызда бауыр болып келген адамды кешірген жоқсыз, немесе ренжістіңіз. Көрдіңіз бе, міне соны сіз реттеу үшін келгенсіз. Сондықтан да бауырларыңыздың қандай қылығы болса да, қандай әрекеті болса да, кешірімшілдікпен қабылдап, оны жақсы көріп сыйлау міндетті. Одан қалды енді, егер де келіншек болсаңыз, ата енеңіз, ал енді жалпы біреудің күйеу баласы болатын болсаңыз, яғни әйеліңіздің жағындағы төркінін де сіз қабылдап сыйлауға міндеттісіз. Мына өмірде түсінемін мен, біреулеріңіз енді ішіңізде айтып отқан шығар, олар деген жаман ғой, олар жаман қылық танытты ғой деп та. Енді нағыз осы жердегі мына 4G, 5G санасында адам ең біріншіден сіз кімнің кемшілігін көріп тұрсыз, ол кемшілік, ол сіздің бойыңыздағы кемшілік деген сөз. Міне, мұсылманның айнасы. Сіз оның бойындағы кемшілікті көрдіңіз бе? Демек, ол сіздің бойыңыздағы кемшілік. Міне, 4G санасындағы адам осылай түсінік алған кезде ғана ол адамда өзгеріс болады. Түсініңіз бе? Кімді қабылдай алмайсыз? Ол сіздің өзіңіздің бойыңыздағы қабылдай алмай тұрған бөлшегіңіз, қабылдай алмай тұрған қасиетіңіз, қабылдай алмай тұрған қабілетіңіз. Жаман адамды көп көресіз бе? Демек, өзіңіздің де бойында жамандығыңыз бар деген сөз. Көп адам сізді ренжіте ме? Демек, сіз де көп адамды ренжітесіз. Және де бұрын ренжіткенсіз. Осы ғұмырыңызда ренжітпесеңіз де, бұрынғы ғұмырыңызда ренжіткенсіз. Міне, сондықтан да мына өмірге келіп, сол сынақ қайта-қайта қай өміріңде де сынаққа қала бергенше, осы ғұмырыңда келдің бе, осы 4G, 5G санаға өтіп, жауапкершілікті өзіңе алып, сол адамдармен жақсы қарым-қатынаста болуға тырысу керек. Жақсы қарым-қатынаста болу үшін әрине өзіңді ізденуің керек. Өзіңнің санаңды өзгертетін психологтардың, сондай үлкен данышпан адамдардың шығармаларын, кітаптарын көбірек оқуың керек. Мысалы, Абай атамыздың, Шәкәрім атамыздың, өзіміздің қазақтың кітаптарында осылардың барлығы да керемет жазылады. Қазір кезде біреулер енді әрине айтып жатады, ойбай, психолог көп болып кетіпті, әркім пәлен түген деп жатыр депті. Оған ешқандай да ренжімеңіз. Өзі Алла тағала бір есікті жапқанмен 1000 есікті ашады. Қазір біздің санамыз басқа жаққа, ойымыз басқа жаққа ауу үшін осындай психологтарды тыңдаған дұрыс негізі. Психологтардан қашпаңыздар, олар сіздерге жаман әрекет, жаман нәрсе айтпайды.
Тек қана бірақ нәрсе өзіміздің қазақы менталитетке бағытталған ғана психологтар тыңдау керек. Көбіне біздерге көп психологтар батыстың ұғымын әкеліп телей береді. Міне, сондықтан да осы жерін ара жігін ашып алып, өзіңізбен ізденетін болсаңыз, сіз де 4G, 5G санасына көтеріле аласыз. Енді жалпы сонымен қорытындылап айтқан кезде 4G деп отқанымыз не, 5G деп отқанымыз не? Яғни ең бірінші, сіз бұл санада өзіңіздің осыған дейінгі ғұмырыңыз болғанын түсінуіңіз керексіз. Осыған дейін де сіз өмір сүрдіңіз. Мына өмірге сол ғұмырда бітірмей кеткен шаруаларды бітіру үшін келгенсіз. Әрине, ол бітіруге керекті шаруа не? Ең бірінші, жаңа қазақ айтқандай, көңілден су ішеді. Ең бірінші, сол айналаңдағы адамдардың көңілін табу. Екіншіден, жауапкершілікті өзіңе алу. Үшінші, білім алу, іздену, үнемі үздіксіз іздену. Мені сыйламады ма, мен сыйламаймын демеңіз, сыйлай беріңіз. Әркім өзіндегі барын көрсетеді. Ал егерде мені сыйлағанда ғана сыйлаймын дейтін болсаңыз, онда ол есеп болып кетеді. Ал жоқ, мені Алла тағала адам қылып жаратты. Мен өзімнің сыйластығымды, сыйымды көрсете берейін деп, еш нәрсені дәметпей, өзіңіздің жақсылығыңызды жасай беретін болсаңыз адамға, онда міндетті түрде Алла тағала сізді сыйлайтын болады. Мен енді бұны неге айтып отырмын? Мен өзім көп оқып ізденген адаммын, және де өзімнің басымнан осы нәрселердің барлығы да өтті. Өзіммен сол санамды өзгерткен кезде Алла тағала маған үлкен жақсы өмірлерді, нығметтерді нәсіп етіп жатыр. Адаммен теке тіресудің қажеті жоқ. Барлық уақытта да Алланың разылығы үшін істеп, Аллаға тәуекел етіп істейтін болсаңыз, сіздің қайсыңыз де алға басады. Ал керісінше адаммен жағаласатын болсаңыз, үнемі сіздің бойыңыздағы күшіңіз адаммен жағаласуға кетіп қалады да, сіз өмірде еш нәрседе бітіре алмайсыз. Керісінше адаммен жағаласқан сайын адам ауру болады. Ал жаңа айтқандай 4G, 5G санаға өтіп, өзіңіз қолға алатын болсаңыз, адамдармен ара қатынасыңызды шешіп алатын болсаңыз, онда сіздің арманыңыз оянып, өзіңіздің алдыңызға мақсат қойып, сол мақсатқа қарай жүретін жол ашылады. Алдына нақты мақсат қойған адамның барлық уақытта жолы ашыла береді. Ондай адамның уже сыртқы әлеммен шаруасы жоқ. Есіңізде болсын, біздерде көбіне адамдарға неге байланамыз? Адамдарға біздер көбіне адамның сөздеріне байланамыз. Бізді мені пәлен депті, түген депті деп. Сіздің кім екеніңізді есіңізде болсын. Біреу шешпейді. Сіздің кім екеніңізді сіз тек қана өзіңіз шешесіз. Ал егерде бірақ сіз біреудің жаман сөзіне, біреудің ғайбатына, мені сөйдеп айтты ренжитін болсаңыз, онда ол сіздің өзіңізді мойындауыңыз. Ол сізді жаман деп айтты ма, ол сізді іштей демек өзіңізді жаман деп мойындап отырсыз деген сөз. Сондықтан да ешкімнің де сөзі маңызды емес. Барлық уақытта адамның өзінің сөзі маңызды, өзінің ойы маңызды. Тек маңыздысы Аллаға тәуекел етіп, адамдармен жақсы қарым-қатынаста бола білу. Айналаңыздағы адамдардың барлығы да сынақ екенін түсініңіздер. Сол сынақтан өтсеңіз, сол адамды қабылдасаңыз, басыңызға жазған тағдырды қабылдасаңыз, Құдай өзі сіздің жолыңыздағы күрмеудің барлығын шешіп, сізді бақытқа қарай жетелей береді. Ал менің бүгінгі айтпаған әңгімем осы. Басқа да қандай сұрақтарыңыз бар, сол жөнде қойып байланысып отырайық. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Каналға тіркеліңіздер. Ұнаса лайк басып кетіңіздер.